Енді Қазақстанда өгей әкесімен тұратын балалардың отбасылары тексерілетін болады. Бүгінде балаларға қатысты зорлық-зомбылық оқиғаларының жиілеп кеткені рас. Мұндай жағдай көбіне анасы ажырасып, екінші күйеуге тиген отбасыларда орын алып жататыны жасырын емес. Осы мәселеге орай енді елімізде өгей әкесімен тұратын балалардың отбасылары тексерілетін болады. Видео тақырыбы қызықтырса, соңына дейін қараңыз. Достар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Құқық бұзушылықтың алдын алу шараларының тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін жоба е-превенция деп аталады. Бас прокурордың төрағалығымен балалар қауіпсіздігі мәселелері бойынша министрліктер басшылары мен бала құқықтары жөніндегі уәкілдің қатысуымен ведомствоаралық кеңес өтті. Кеңесте балалар жарақаттануының себептері, кәмелетке толмағандар арасындағы балалар суицидінің және қылмыстың алдын алу жөніндегі жұмыс талқыланды. Сондай-ақ балалардың құқықтарын қорғау және отбасыларға қолдау көрсету үшін IT технологияларды пайдаланудың жаңа тәсілдері қарастырылды. Бас прокуратура құқық бұзушылықтың алдын алу шараларының тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін е-превенция жобасын таныстырды. Жасөспірімдер қылмысының алдын алу мәселелерінде бағдарлама қиын жасөспірімдердің өмір сүру жағдайын, бос уақытын, білім алу мүмкіндіктерін, әлеуметтік мәселелердің болуын зерттеуге мүмкіндік береді. Кәмелетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстардың алдын алу саласында ведомство қызметкерлері қолайсыз отбасыларға, көпбалалы отбасыларға және балалар өгей әкесімен бірге тұратын отбасыларға барады. Жүйе мүдделі органдар, полиция, білім беру, әлеуметтік қызметкерлер арасындағы өзара іс-қимылдың жеткілікті деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда аталған жоба Елорда және Ақтөбе облысында сынақтан өткізіліп жатыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі сондай-ақ мемлекеттік органдардың 80-нен астам дерекқоры біріктірілген отбасының цифрлық картасының мүмкіндіктерін ұсынды. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Зәкиева зорлық-зомбылық, қатыгездік, балалардың терезеден құлауы, балалар мекемелерін лицензиялау және буллинг мәселелері бойынша 50-ден астам түзетулерді қамтитын балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты заңнамалық сипаттағы ұсыныстар келтірді. Мемлекеттік органдар бұл ұсыныстарды жұмыс тобының отырыстарында талқылайтын болады. Іс-шара соңында бас прокурор Берік Асланов пен Динара Зәкиева меморандумға қол қойды.